Жандос Рахымұлы, енді өзіңіз түрк танушы ретінде шетелде қызмет еттіңіз, оқыдыңыз, білім жетілдірдіңіз. Жалпы осы шетелдік тәжірибеге мен салыстырсақ, біздің қазіргі қазақтың рухани мәдени құндылықтары және шетелде бұл мәселе қалай болып жатыр? Жалпы енді сіз көрген, мысалға Түркия елімен салыстырайық. Мен ешкіммен салыстырғым келмейді, шынымды айтайын. Түрік пен қазақты салыстырып, ана жақта анандай, мына жақта мынандай дейтін еш нәрсе жоқ. Бірақ бір нәрсе бар. Қазіргі қазақта тұлға болу, кемелдену деген бір не жүріп жатыр. Үрдіс дейміз ба? Адам өзін өзі жетілдіру керек, тұлға болу үшін, лидер болу үшін мынаны істеу керек, кемел адам болу үшін мынаны істеу керек деген сияқты жоғарғы деңгейден алып бара жатқан бір үрдіс бар.